Bismillahirrahmanirrahim. Bizde bugün 9. ders. الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ Kim bul adam? Huwa Abbasun. Bul Abbas. Abbasun tacirun. Abbas savdagir. Abbasun tacirun ganiyun. Abbas bay savdagir. Hamidun muderrisun. Hamid muallim. حامد مدرس جديد. حميد жаңа معلم. ما هذا؟ نيبل. هذا تفاح. بل алма. التفاح فاكهة لذيذة. алма дәмді жеміс. فاكهة дейміз, жеміс. ما ذلك؟ анау не? ذلك عصفور. анау торғай, яғни құс. العصفور طائر صغير. торғай құс кішкентай, яғни кішкентай құс. العربية لغة سهلة. араб тілі, мына лұғатун дейміз тілі, сәхләтун, жеңіл тіл. сәхләтун дейміз, жеңіл деген сөз. العربية لغة جميلة. араб тілі әдемі тіл. جميلة дейміз, әдемі. عمار طالب مجتهد. Аммар студент, қандай студент? Ыждахатты студент. Ыждахат. Махмудун талибун каслан. Махмуд студент. Каслан дегеніміз не? Каслан дегеніміз еріншек деген мағына білдіреді. Мән әнті? Сен кімсің? Әна талибун. Мен студентпін. Әнті талибун жадидун. Сен жаңа студентсің ба? Наам, иә. Әна талибун жадидун. Мен жаңа студентпін. Енді тапсырма. Иқра, оқы, уақтуб, жаз. Мухаммадун талибун қадимун. Мухаммад ескі студент. Әдәлика роджулу мударрисун жадидун. Анау адам жаңа мұғалім бе? Лә, жоқ. Хуа табибун жадидун. Ол жаңа табиб. Табиб дегеніміз не? Дәрігер. Хада дәрсун сәхлун. Бұл дәрс жеңіл дәрс. Аббасун тәжирун шахирун. Аббас атақты, шахирун дейміз, атақты не? Саудагер. Аббас атақты саудагер. Билалун мухандисун кабирун. Билал қандай? Мухандисун, яғни инженер, үлкен инженер, кабирун дегеніміз. Әл-инкилизияту лұғатун суғбатун. Ағылшын тілі ауыр тіл. Әнта роджулун ғанiyun. Сен бай адамсың ба? Лә, жоқ. Мен роджулун фақирун. Мен кедей адаммын. Әл-қахирату мәдинатун кабиратун. Каир қала, үлкен қала. Әнта мударрисун қадимун. Сен ескі мұғалімсің бе? Лә, жоқ. Әна мударрисун жадид. Мен жаңа мұғаліммін. Ахамидун талибун каслан. Хамид еріншек студент бе? Лә, жоқ. Хуа талибун мужтахидун. Ол ыждахатты студент. Келесі. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. Бос орынға ұқсас, өзіне сай сипатты қой дейді. Хадижатун талибатун. Хадижа студент. Қандай студент? Осы жерге біз жазамыз. Мужтахидун, яғни мужтахидун, немесе касланун, немесе қандай? Шахирун, немесе ғанiyun. Осы жерге өзіміз жазамыз. Халидун тәжирун. Халид ол саудагер. Қандай саудагер? Осы жерге оның сипатын жазамыз. Ал-арабияту лұғатун. Араби ол сондай тіл. Қандай тіл? Не жазасыз? Сабатун, яғни ауыр тіл, немесе сәхләтун, жеңіл тіл деген сияқты. Әл-усфуру тойрун. Торғай ол құс. Қандай құс? Сағирун, кішкентай құс деген сияқты. Осы жерге біз не істейміз? Бос орындарды толтырамыз. Немен толтырамыз? Сипаттармен толтырамыз. Сипаттарды жазамыз. Арнайы өзіне сай сипаттарды жазамыз. Келесі. ضع في المكان الخالي في الجمل التي منصوبا مناسبا. Осы жерге бос орындарға өзіне сай сөздерді қойыңдар дейді. Әл-арабияту
араби ол қандай? Ол не? Ол тіл, луғатун деп жазасыз, сәхләтун. Әна, сіз не, кімсіз? Әна толибунсыз ба, әлде табибунсыз ба? Немесе мударрисунсыз ба? Осы жерге жазасыз. Хада максурун, яғни қандай? Не? Китабун немесе қаламун деген сияқты. Аммар ғаниюн. Аммар қандай ғани? Тәжирун ғаниюн немесе мударрисун ғаниюн. Файсал деген адамның аты. Файсал ол қандай адам? Файсал мысалы тәжирун кәсланун, саудагер, бірақ еріншек саудагер деген сияқты. Өздеріңіз толтырып жазасыздар. Келесі, иқра, оқы дейді. Кәслану дегеніміз не? Еріншек. Жауану, аш, қарын ашқан адам. Ачану, шөлдеген адам. Ғадбану дегеніміз ашулы адам. Мәләну, толған, яғни іші толған бір зат. Бір затпен толған, ішін бір затпен толған деп айтасыз, мәләну деп айтсаңыз, мысалға ар-раджулун ғадбанун мәләнун, адам ашумен толып тұр деп айтсақ болады. Мәлән дегеніміз толып тұр деген мағынада. Ана жауан, мен ашпын. Анта жауан, сен ашсың ба? Ла, ана ачан. Жоқ, мен шөлдеп тұрмын. Лимада ал-мударрису ғадбан ал-йаум. Неге мұғалім бүгін ашулы? Ал-йаум дегеніміз бүгін деген сөз. Ашулы. Ал-кубу мәлән. Куб дегеніміз стакан. Стакан толып тұр. Мәлән, көрдіңіз бе? Жаңа сөздер. Ал-луғату дегеніміз сөз, тіл. Шахирун, атақты. Ал-мадина, қала. Тойрун, құс. Ал-йаум, бүгін. Каслан, еріншек. Жауан, аш. Ачан, шөлдеп тұр. Мәлән, толы. Ғадбан, ашулы. Усфур, торғай. Ал-йаум дегеніміз бүгін. Мына екеуін қайталап жазып жіберді, бүгін. Айнал мударрису. Мұғалім қайда? Хуа фил фасл. Ол неде? Класста. Ва айнал мударрисул жадид. Ал жаңа мұғалім қайда? Хуа айндал мудир. Ол бастықтың, директордың алдында. Айна талибул жадид. Жаңа студент қайда? Захаба илал мактаба. Мактабати. Ол неге кетті? Мектепке кетті. Мактабати дегеніміз партаға кетті. Мән залика ар-раджулу тауилу. Ана ұзын адам кім? Анау ұзын адам кім? Аллади хараджал ан. Қазір шыққан. Минал мадрасати. Яғни мектептен қазір шыққан ұзын адам кім? Көрдіңіз бе, бұл жерде ана адамды сипаттап жатыр. Қандай? Ұзын және қандай? Ол жаңа қазір ғана, әл-ән дегеніміз қазір ғана деген. Қазір ғана не істеген? Медреседен шыққан. Осы медреседен шыққан ұзын адам кім? Көрдіңіз бе, мына жақта мынаның барлығы мына раджулунның сипаты болады. Уәл мудирул жадид. Ол кім? Ол жаңа директор. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. Кім мына бала? Қандай бала? Кішкентай бала. Не істеген жерінде? Қандай? Қазір ғана, әл-ән, қазір ғана класстан шыққан кішкентай бала кім? Хуа ибнул мудирил жадид. Ол жаңа директордың баласы дейді. Лиман тилка сайяратул джамилат. Ана әдемі машина кімдікі? Хия лил мудирил жадид. Ол жаңа директордікі. Лиман хадал китабул кабир. Ана кітап, бұл үлкен кітап кімдікі? Ахуа лил мударрис. Ол мұғалімдікі ме? Ла, жоқ. Ол жаңадан келген оқушыныкі. Айнал мил'ақату сағирату. Кішкентай қасық қайда дейді. Хия фил куб. Ол стаканның ішінде. Куб, көрдіңіз бе? Стакан. Куб. Айнал курсиюл максуру. Сынған орындық қайда? Хуа хунака. Ол ана жақта дейді. Сөйтіп, тәмрин бұл жерде тапсырма оқимыз. Ат-табибул жадиду фил мусташфа. Жаңа дәрігер неде? Больницада. Ат-табибул қадим. Ал ескі жаңағыдай. Ескі дәрігер фил мустаусаф. Мустаусаф дегеніміз емхана. Емделетін жер. Мусташфа дегеніміз жаңағыдай аптека деген сияқты ғой. Ал-қаламул максуру алал мактаб. Сынған қалам ол неде? Партаның үстінде. Ал-мирвахатул жадид. Мирваха дегеніміз не? Мирваха дегеніміз ол вентилятор.
жаңа вентилят фил ғурфатил кабирати, үлкен бөлмеде. Әл-луғатул арабияту сахлатун, араб тілі жеңіл. Әл-валаду тауил, ұзын бала, бойы ұзын бала. Қандай? Әлләди, сондай. Хараджа минал фаслил ән, хараджа минал фасл, неден шыққан, бөлмеден, класстан шыққан. Әл-ән талибу минал хинд, ол Индиядан келген талиб дейді. Осылай біз осының бәрін оқып шығамыз. Мынаның барлығының аудармаларының барлығы кітапта бар, соның бәрін қарайсыздар. Келесі, мына жерде бос сөздерге не істейміз? Орындарды қоямыз. Мыналарды қойып шығамыз. Кәбир, міне қадим, бірақ өзіне сай қылып қойып қоямыз. Одан кейін иқра, бұны оқимыз. Бейтун, манъутун, жадидун. Яғни бұл жерден мынандай нәрсені өттік. Бұл сабақтан біз мына нәрсені өттік. Зат, соны біз сипаттаймыз. Мысалға, бейт, үй, жадидун, ол жаңа. Көрдіңіз ба? Сипат. Манъут дегеніміз сипатталған, наат дегеніміз сипат. Жаңа сөздер. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды.